Ал енді құрметті көрермендер, Жастар көкпар лигасының екінші ойынында 2-1 құрама команда додаға түсетін болады. Қазақ ұлттық аграрлық университеті Сарыжидеде өнер көрсетеді. Алматы энергия және байланыс университеті Қызыл Жидеде өнер көрсететін болады. Алғашқы құрама командамен таныс болыңыздар. Қазақ ұлттық аграрлық университеті. Екінші номерде Қайман Нұраділ 1993 жылы Алматы облысы Райымбек ауылында дүниеге келген. Бойы 1 метр 85 сантиметр, салмағы 100 килограмм. Астындағы тұлпары шабан қарағасқа. Үшінші номерде Батырхан Расылхан 1998 жылы Тараз қаласында дүниеге келген. Бойы 1 метр 78 сантиметр, салмағы 58 килограмм. Астындағы тұлпары Құлағасқа. Төртінші номерде Дәулет Есперген 1993 жылы Жамбыл облысы Құлан ауылында дүниеге келген. Бойы 1 метр 86 сантиметр, салмағы 82 килограмм. Астындағы тұлпары Қарпан. Екінші құрама командамен таныс болыңыздар. Алматы энергия және байланыс университеті. Бірінші номерде Мейіржан Мәтжан 1996 жылы Райымбек ауылында дүниеге келген. Бойы 2 метр, салмағы 94 килограмм. Астындағы тұлпары Грант. Екінші номерде Ержігіт Жақсыбай 1996 жылы Қақпақ ауылында дүниеге келген. Бойы 1 метр 77 сантиметр, салмағы 76 килограмм. Астындағы тұлпары Ман. Үшінші номерде Бегасыл Сайлау 1999 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы дүниеге келген. Бойы 1 метр 79 сантиметр, салмағы 72 килограмм. Астындағы тұлпары Байшұбар. Мінеке ардақты ағайын, 2-1 құрама командамен жаңа ғана таныстырып өттім. Алматы энергия және байланыс университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық университетінің палуандары Мәтжан Мейіржан еңкиген серкені бірден ілген сәтін көрдіңіздер. Бірақ алаңның сыртына қарай шығып кетті ардақты ағайын. Қазір ортада 2-1 палуанның жекпе-жегін тамашалаймыз. 2 минутқа созылатын жекпе-жек. Мәтжан Мейіржан мен Қайман Нұраділдің ортадағы жекпе-жегі. Міне Мәтжан Мейіржанның астындағы Сайгүлік Грантпен. Қараңыздар сағайын, Мәтжан Мейіржан жастайынан көкпарға мығым өскен палуан. Әкесінен алған тәрбиесін, әкесінен алған өнегөсін көкпарға көрсетіп жатыр ардақты ағайын. 1996 жылы Алматы облысы Қарасай ауданы Райымбек ауылында дүниеге келген палуан. Мінеке ортада қайтадан жекпе-жекке назар аударайық. Қараңыздар сағайын, Мәтжан Мейіржан қайтадан көкпарды әдемі жекпе-жекті пайдалана білді. Жекпе-жекке тағы да жеңіске жетті. Ары қарай қалай болады екен ардақты ағайын. Мінекей екі құраманың палуандары ат үстіндегі тартысы. Көкпардың ардақты ағайын көптеген түрлері бар. Қараңыздар сағайын, Грант атты Сайгүліктің үстіндегі палуанды сезініп, астындағы жануардың ыңғайын келтіріп беріп, Мәтжан Мейіржанның ардақты ағайын алғашқы салымға ие болды. Мәтжан Мейіржан өте әдемі салымның иегері атанды. Жарайсың Мейіржан. Мінеке ағайын, қайтадан Мәтжан Мейіржан әдемі серкенілген сәтін көрдіңіздер. Мінеке ардақты ағайын, Алматы энергия және байланыс университетінің палуаны Ержігіт Жақсыбайдың тақымына кеткен серке ұзағынан сүйіндірмеді ағайын. Мінеке ортадағы қайтадан жекпе-жекке назар аударайық. Жекпе-жектің хас шебері Мәтжан Мейіржан қайтадан жекпе-жектің жеңісіне қол жеткізді. Астында Грант атты қараңыздар жағайын. Былай бұрса оңға, солға бұрса солға жабатын. Қарқынның үстіне қарқын қосатын Сайгүлік ардақты ағайын. Айдасаң да 1000 жылқы, ішінде болар 1 жылқы.
Мыңын сатып бірін ал, мінгін келсе шын жылқы. Астындағы шын жылқыдан айналайын, Мәртжан, Мейіржан. Қараңыздар, жеке дара, асығыс жоқ. Әбден көкпарға үйренген Мәртжан, Мейіржанға азаматтылығына, палуандылығына бас иеміз ағайын. Қараңыздар, өте тамаша. Қайталау сәті, алдына ілген Серкені бірде-бір алдына қарама қарсы тұрып бірген қорғаушыларды көрген жоқпыз. Өзінің бойы да 2 метр азамат, қолы да ұзын, нағыз көкпарға туылған палуан ағайын. Сонымен есеп 2-0. Мінекей, Дулат Еспергеновтың еңкей білген сәтін көрдіңіздер. Астындағы тарпан атты Сайгүлік бас бермей алаңның сыртына шығып кетті. Қазір ортадағы қайтадан жекпе-жекке назар аударайық. Нағыз қазақтың қанына біткен жекпе-жекке ортадағы Батырхан, Расылхан мен Бегасыл сайлаудың жекпе-жегі қалай болады екен, ардақты ағайын? Қараңыздаршы, екі бірдей тұлпардың бір-біріне қағысып жатқан сәті. Қараңыздар, ардақты ағайын, Батырхан Расылханның мерейі үстем болды жекпе-жекте. Серкен әдем басып алды. Бегасылдың ар жақтағы ат сүрініп құлаған сәтті көрдіңіздер. Әлде болса Батырхан Расылханның тақымында. Мінекей, өзінің әріптесі Қайман Нұраділге пас берді. Қайман Нұраділ не істейді екен? Астындағы Шабан Қарағасқа. Шап Шабан Қарағасқа. Жібер аттың басын. Аттың рөлі көп атқарылады ағайын. Білесіздер ғой, аттың шабысы, аттың бұрылысы, аттың бас бергені, аттың қазандықтың түбіне жақындағанда ақырындауы, үстідегі палуанды сезінуі. Мінекей, Қайман Нұраділдің еншісіне бір салым жазылды. Жарайсың Қайман. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің палуаны Қайманның қайырылып келіп салғанын көрдіңіздер астындағы Шабан Қараның арқасында. Палуанға туылған жануар, ардақты ағайын, өте тамаша салым. Ойынға қайтадан назар аударайық. Есеп 2-1. Мәртжан, Мейіржан. Ілген Серке алаңның ішінде қалды. Ардақты ағайын, мінекей, Қайман Нұраділдің еңкейіп алған әдемі көрінісі. Ұзаққа барам, ардақты ағайын, көрейік. Мінекей, алаңның сыртына шығып кетіп, қайтадан ортадағы жекпе-жекке назар аударайық. 2-1-дей құрама команданың палуандары Мәртжан, Мейіржан еңкейген сәттен бастап бірден Серкені ілді. Қазір енді қараңыздар ағайын, алаңның шетімен алып қашып бара жатқан Грант атты Сайгүлікпен. Қараңыздар, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің қорғаушылар өз міндетін өте жақсы міндетін атқарып жатыр ағайын. Мінекей, ортадағы жекпе-жекке назар аударайық. Өздеріңіз білесіздер, көкпардың көптеген түрлері бар. Атап айтқанда, жаппай тарту, ұтысып тарту, дода көкпар, айналма көкпар, мәре көкпар, өлмес көкпар деп көптеген түрге бөлінеді. Ал бүгінде студенттер көкпар лигасы Қазанат пен Азамат қазандық көкпар ардақты ағайын. Қарқынды дамып келе жатқан ұлы көкпар осымен бірінші тайым аяқталды. Құрметті телекөрермендер. Мінекей, ардақты ағайын, екінші тайымға назар аударайық. Жаңа ғана өздеріңіз тамашалаған бірінші тайымда Алматы энергия және байланыс университеті 2-1 есебімен жеңіп келе жатыр. Екінші номердегі палуанның еңкейген сәті Қайман Нұраділ, атақты палуан. Қайманның алып қашып бара жатып, қазандыққа қарай асығып бара жатқанын көрдіңіздер. Қайман Шабан Қараны бұрды қазандыққа қарай. Қараңыздар ағайын, есеп 2-2.
Кайман Нұраділ. Енді ағайын ары қарай қайтадан ортадағы Мейіржан Мәтжан. Мейіржан Мәтжан ағайын. Қараңыздар, бірден серкеніліп. Мейіржанның қазандықтың түбіне қарай серкемен бірге құлаған сәті. Есеп 3-2 ардақты ағайын. Құласаң да, жыласаң да қазандықтың түбіне салған Мәтжан Мейіржаннан айналайын. Бүгінгі көкпардың бомбардирі атанатындай өте жақсы көріністер көрсетіп жатыр. Қайтадан мінеке Мейіржан Мәтжан. Қайтадан Мейіржан Мәтжанның ілген сәті. Қайтадан қазандықтың түбіндегі тағы да салымның иегері атанды. Есеп 4-2. Қараңыздар шағайын, бұлай қарасаңыздар, Мейіржан шабуылдың хас шебер ағайын. Ілудің, қазандыққа салудың, қараңыздар, ортадағы топты жарып, тартыстың өзі. Нағыз көкпарға туылған палуан. Тағы да салымның иегері атанды Мәтжан Мейіржан. Есеп 5-2. Алматы энергия және байланыс университеті алдыда. Өздеріңіз білетіндей ардақты ағайын, көкпарда жылқының тұлпары мен жігіттің сұлтаны қатысатын дода ғой. Нағыз білекті жігіттер мен нағыз мықты тұлпарлардың сайысы. Тарихқа сүйенетін болсақ, кешегі Қабанбай Батыр бабамыз мінген Қубас тұлпар, Райымбек бабамыз 16 жасында жауға шапқан көк ойнақ, Исатай мінген Ақтабан. Батырды батыр қылатын тұлпар болса, тұлпарды тұлпар қылатын палуан ардақты ағайын. Есеп 6-2. Алардақты ағайын, қайтадан палуандардың шабылуы басталды. Мінекей, Батырхан Расылханның еңкейген сәті. Астындағы құлағасқа арғарай қалай болады екен, жақсылап тамашалайық қадірлі ағайын. Әлде болса Батырхан Расылхан өзінің әріптесі Дәулет Еспергеновке пас берді. Дәулет Еспергеновтың тақымына ауысты. Мінекей, бір-бірін жетектеп жүрген палуандар. Дәулет Еспергенов қазандықтың түбінде өзінің құрама Қазақ ұлттық аграр университетінің алдыға жетелей ма? Мінекей, жарайсың. Дәулет Еспергенов ардақты ағайын, 1993 жылы Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылында дүниеге келген палуан, астындағы тұлпары Тарпан. Жарайсың. Есеп 3-6. Әлде болса Алматы энергия және байланыс университетінің құрама командасының еншісінде. Бұл қазақтың көкпары ардақты ағайын. Өздеріңіз білетіндей тұлпардың да тұлпары болады ардақты ағайын. Жауға мінетін тұлпар, аңға мінетін, серуенге мінетін тұлпардың да түрлері бар. Мінеке, Бекасыл сайлаудың астындағы байшы бар, нағыз көкпарға арналған тұлпар ағайын. Қараңыздаршы, Бекасыл сайлауға көп ыңғай келдіріп беріп жатыр. Бекасыл астындағы тұлпарын өте орынды пайдаланып жатыр. Мәтжан Мейіржаннан пас алған Бекасыл сайлау қайтеді екен ардақты ағайын. Астындағы тұлпарын орынды пайдалана ала ма? Көрейік. Мінеке, қазандықтың түбіне қарай. Қараңыздар қашан, қашып бара жатыр. Қазандықты айналып қап, серкен қайтадан жерге түсіріп алды. Дулаттың Бекасыл сайлаудан серкені тартып алған сәтін көрдіңіздер, бірақ алаңның сыртына шығып кетті ағайын.
Міне ортадағы жекпе-жек, екі палуан бір-біріне бетпе-бет. Мейіржан мен Дулаттың ортадағы жекпе-жегінде Мейіржан бірден еңкейіп серкенілген сәтін көрдіңіздер ағайын. Әлде болса Мейіржанның тақымында Мейіржан асықпай жан-жағына қарап серкел өзінің әріптесі 3-ші номердегі Бекасыл Сайлауға пас берді. Бекасыл Сайлау өзінің басын өте орынды пайдаланды. Жарайсың Бекасыл Сайлау, астындағы Байшұбардың көмегімен айналып келіп салған сәті өте тамаша. Осымен екінші тайым аяқталды. Есеп 7-3. Алматы энергия және байланыс университетінің еншісінде 7 ұпай. Үшінші тайымға назар аударайық. Қадірлі қазақ елі. Үшінші тайым қалай болады екен? Есеп әлде 7-3. Мінекей палуандарымыз бірінші ойынға қарағанда еттері керісінше қыза ма, жоқ әлде шаршаңқырап қалды ма? Мінекей Байшұбардың үстіндегі Бекасыл Сайлау. Бекасыл Сайлаудың тақымында қараңыздар ардақты ағайын. Түйесіз өтсең не шара, қойсыз өтсең не шара, сиырсыз өтсең не шара. Бабалар айтқан кешегі аты жоқ адам бейшара деп. Астындағы аты бар, азаматтың арманы жоқ шығар. Байшұбардың үстінде отқан Бекасыл өзінің қазандығын айналып, әдейілеп қарсылас құрама командасын бір шашыратып алды. Өзінің әріптесі Мейіржан Мәтжанға пас берді. Мейіржан Мәтжан жанына құрама команданы үймелетіп алып, әдейілеп сыртқа алаңға шығып кеткен сияқты. Енді ортадағы жекпе-жекке назар аударайық, қадірлі ағайын. Мінекей Мейіржан жоқ, ортадағы Ержігіт Жақсыбай мен Батырхан Расылғанның жекпе-жегі. Ержігіт Расылғанның астындағы Тұман атты тұлпарды қараңыздаршы. Ержігітке барлық жағдайды жасап беріп жатыр. Ержігіт те өзінің палуандылығын көрсетті. Астындағы Тұман атты сайгүлікті қарымта шаулуға көшті ағайын, қараңыздар. Ержігіт мынаны ойланбай салатын салым. Астындағы Тұманның басына ие бола алмай жатқан сияқты. Кейбір тұлпарлар болады ағайын, қазандыққа үйренбеген тұлпарлар болады. Кейбір тұлпарлар қазандыққа жақындаған кезде қарқынын ақырын атып, палуанға келтіріп беріп жатады. Тұманды көрдіңіздер, чапса тоқтамай бас бермей кетіп жатқан сәтін. Мінекей Ержігіт, мінекей өзім айтып болмай, Тұман көкпарға арналған ат десекте көп тәжірибе қажет сияқты. Қазандыққа келген кезде тұлпар ақырындау жағын көп үйрету керек сияқты тұлпарға. Мінекей алаң сыртына шығып кетті ағайын. Мінекей ортадағы жекпе-жек Ержігіт пен Батырханның жекпе-жегі. Ержігіт ержігіттілігін танытады ма, жоқ әлде Батырхан батырлығын танытады ма? Мінекей Ержігіт жігіттілігін танытты ағайын. Астындағы Тұман атты сайгүлікпен Ержігіт белді палуан қалай болады екен? Міне қазандыққа қараңыздар ағайын. Салынған жоқ. Оған көмектескен Қайман Нұраділ дәл қазандыққа салынып бара жатқан сәтте суырып алды серкен ағайын. Қазандыққа асығып бара жатқан сәті қалай болады екен? Лақтырған серкесі қазандықтың сыртына қарай тұстардақ ағайын. Қазір енді ортада қараңыздар ағайын, екеуінің намысымен бірігіп тартысқан ағайын. Өте тамаша көрініс ағайын. Командалық тартысты байқадыңыздар. Мінекі ортадағы Ержігіт Тұман мен қайтадан ағайын. Қазандықтың түбіндегі Ержігіттің
қабагат деген ай. Серке құлап бара жатып, ер жігітте бірге серкені қимай құлағанын көрдіңіздер. Енді құлаудың да өз жөндері бар ғой. Мінеке ортадағы палуандар. Мінеке Батырхан Расылхан ба? Батырхан Расылхан ағайын. Батырхан Расылхан құлақ асқа атты Сайгүлікпен ағайын. Қараңыздар. Асықпай серкен тақымына басып алды. Қамшыны тістеп, бір қолымен тізгінде, бір қолы серкеде. Өй, Батырхан! Жоқ ағайын, Мейіржанның, Батырханның асықпай, осал қимылдаған тұсын өте әдемі пайдаланып кетті. Мейіржан Мәтжан шапшаң жігіт. Қадалған жерден қан алатын палуан Мейіржан Мәтжан мінеке есепте еселеді. Есеп 8-3 ардақтағайын. Мейіржанның қараңыздар шағайын қайталау сәті серкені палуанымен бірге жұлып алмақшы. Айтпақ шағайын таныс болыңыздар, бұл жақта екі бірдей ағайындылар бір-біріне қарама-қарсы тартысып жатыр. Алматы энергия және байланыс университетінде Мәтжан Мейіржан, Нұраділ Қайман екеуі туған ағайындылар. Жастайынан көкпар татысып, жаппай тұрмай тартып жүрген палуандар. Өздеріңізге басында таныстырып өткендей, жастар көкпар лигасы биылғы жыл тұңғыш рет тұсауын кесіп отыр. Бұл көкпарға 5 бірдей университет қатысып отыр ағайын. Осы университеттің арасында жеңіске жеткен палуандар, жеңіске жеткен университетті марапаттайтын боламыз. Бүткіл әлемдік деңгейге қазақтың көкпарын паш етсек, қазақтың палуандарын, қазақтың қара байырларын танытсақ деген ниетпен болып жатқан көкпар. Мінеке ойынға назар аударайық. Әлі де болса, көкпардың басынан аяғына дейін мінеке Мейіржан Мәтжан серкені ілет, қазандыққа салат. Міне жеке дара асығыс жоқ. Қазандыққа салып, қайта алып, Мейіржан Мәтжан бүгінгі көкпардың шыны керек бомбардир атанды. 9 бірдей салымның егері атанып, өзінің құрама командасын 9-4 есебіне жеңіске жетелеп жатыр. Қазір енді соңғы минуттар ортадағы палуандардың тартысы қалай болады екен? Қараңыздар ағайын. Мінеке осы сәтті пайдалана алама. Міне баяғы Мейіржан Мәтжан мінеке қараңыздар шағайын. Тағы да тамашылып алды көкпарды. Тағы да тамашылып алды серкені. Мінеке астындағы тұлпарын сабап қойып. Есеп 10-4 есеп ардақтағайын. Есеп еншіленді. Мейіржан Мәтжан 1996 жылы Алматы облысы Қарасай ауданы Райымбек ауылында дүниеге келген палуан. Жарайсың Мейіржан. Есеп 10-4 ағайын. Студенттердің арасындағы жастар көкпар лигасы Қайман Нұраділ тағы да салымның егер атанды. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің палуаны. Ардақтағайын, ойынның да өзінің мәресіне жеттік. 2-1 құрама команда шамасы жеткенше шайқасты. Алматы энергия және байланыс университеті аграрлық университетін 10-5 есебімен айқын жеңіске жетті. Алматы энергия және байланыс университетінің салымға ие болған палуандармен таныс болыңыздар. Мейіржан Мәтжан 9-1 салымның егері атанса, Бегасыл Сайлау 1 салымның егері атанып, өзінің құрама командасын жеңіске жеткізді. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің палуаны Қайман Нұраділ 3-1 салымға ие болды. Дулат Еспергені 1 салымға, Батырхан Расылхан 1 салымға ие болып 5 ұпай жинады. Сіздермен бірге болған мен комментатор Елдос Үмбетәлі.